Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, денсаулықтарыңыз қалай, үш бала шағаларыңыз аман ба? Осы денсаулық демекші, соңғы кезде бай қуатты болыңыздар деп менің айтатын себебім, қуатты болу, жалпы дендеріңіздің сау болуы ең бірінші адамның өзіне ғана керек. Адам жалпы денсаулық дегеніміз өзі біздің тәніміздің саулығы ғой. Біз тәніміздің саулығын ойланбай, ең алдымен дүниеміздің бүтіндігін, ақша табу жағын, сол жағына қатты мән беріп кетеміз. Егер таптыңыз, ақшаңыздың сізге қайыр болмай қалатын сәттер болып қалса, Алла сақтасын, онда ол сізге қандай қажеттілік тудырады. Кейде адамның осы тәннің саулығы деннің саулығы екендігін ұмытып кететін сәттер болып жататын сияқты. Егер сіздің миллиардтарыңыз болса, әрине жақсы. Ал сол миллиард теңгені табу үшін, миллиондар табу үшін, сіздің миллиардтарға, миллиондарға бағаланбайтын тәніңіздің саулығынан айырылып қалатын сәттеріңіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан одан сақ болу керек адам. Алла хайыр берекетімен берсін деу керек әр нәрсені. Алла барлығын білуші ғой, негізі кімге қалай беру керек екенін бәрін біледі. Сізге не бар қазір, соның вообще қолыңызда не бар, сіздің маңайыңызда қандай дүние бар, денсаулығыңыз қаншалықты, соған шынайы түрде шүкір ету керек деп ойлаймын да. Өйткені біз шүкір ете алмаған кезде, біз дүние байлығын өзіміздің деніміздің, тәніміздің саулығынан жоғары қойып кеткен кезде, бұның сынақтары өте ауыр болуы мүмкін, Алла сақтасын. Мысалы деп айтайын, сізде аяқ астынан сіздің аяғыңыз бірдеңе болып қалып, аяғыңызды кесіп тастады деңіз. Миллиардтар берсеңіз де, тіпті әлемнің жақұттарын берсеңіз де, сіздің аяғыңызды ешқашан ешкім өсіріп бере алмайды. Сіздің, допустим, қолыңыз сондай болып қалды деңіз. Жасанды бір нәрсе жасап беретін шығар, бет аулақ. Ешқашан өзіңіздікіндей, адамның денесіндегідей болмайды. Сондықтан бұл сізге берілген 12 мүше, бізге берілген тән, біздің берілген деніміздің саулығы, бұл өте үлкен ұлы байлық екенін әр қашан есімізде сақтап, шынайы түрде, шынайы жүрегімізбен шүкір етуімізді үйренген кезде бәрі болады. Алла тағала бәрін беріп қойғам деп айтады. Беріп қойғам деген осыда. Біз оны міндетті түрде басымыздан өткеннен кейін, уақыты өткеннен кейін, кеткеннен кейін түсінудің қажеті жоқ. Сондықтан оны дәл қазір, бүгін сізде не бар, соған шынайы қуанған кезде, шынайы шүкір еткен кезде, осы бар деніңіздің саулығын шынайы түрде сезінген кезде, сіз расымен баймын деп ойлайтын едіңіз. Сондықтан дүние байлығы сіздің жан байлығыңыздан жоғары қойылып қойса, ол өте қиын болады. Дүние ол келеді. Берем десе Алла тағала, бір-ақ сәт бере салады. Ал денсаулықты, тәнді екінші рет, үшінші рет беру деген жоқ. Бір-ақ рет туыласыз, бір-ақ рет келесіз, бір-ақ рет 12 мүше, 62 тамыр беріледі. Болды, бұл Алланың аманаты. Сол аманатты қаншалықты қарайсыз, ол сізге ғана байланысты. Сондықтан бұның бағасы жоқ. Теңдессіз байлық. Ешбір дүниеге, ешбір қаражатқа, ешқандай нәрсеге айырбасталмайтын байлық. Сондықтан тәндеріңіз сау болсын, жандарыңыз сау болсын, дендеріңіз сау болсын. Сол дені сау болу үшін адамның жаны сау болу керек. Жаны сау болу үшін адам рухани бай болу керек. Рухани бай, рухани мықты болу үшін адам ерте қартайып, ерте алжаспас үшін, адам өзіндегі құндылықты бағалай білуі үшін көкірек көзіңіз ашық болу керек.
көкірек көзі ашық болу үшін адам көбірек кітап оқу керек, көбірек рухани даму керек. Рухани дамыған кезде сізге материальный байлықтар өз-өзінен келеді. Ол ештеңе болмай қалады сізге. Қалай болмасын Алла тағала өзі беріп қояды. Өткенде кеше ғана сезілді ғой. Бір минутқа жетпейтін уақыт болған шығар, жер сілкініс. Адамзаттың көзіне көрсетіп қойған жоқ па? Біреу үйін зәулім. Бір дүние қажет болмай қалды, бәрін тастай сап далаға жүгірді. Жанның соншалықты қадірлі екенін, жанның соншалықты қымбат екенін сол кезде түсінген жоқпыз ба? Сондықтан соны қиын сәттерде ғана емес, кез келген уақытта. Міне бүгін уақытыңыз бар ма? Қазір отырсыз ба? Қазір тісіңіз сау ма? Қазір ішіңіз ауырып отырған жоқ па? Қазір 12 мүшеңіз, 2 қолыңыз бүтін, 2 аяғыңыз бар ма? Не бар өзі сізде? Не бар? Сол ең үлкен байлығыңыз деп бағалаңызшы. Тірісіз ба? Значит, ең бай адамсыз. Ең бай адамсыз. Тірі адамда мүмкіндік өте көп. Анау мысалдарда нелерді айтылмақшы. Мазарларда, қабірлерде небір батырлар, небір байлар, небір пәк жандар, небір ғұламалар жатыр. Бірақ оларда уже мүмкіндік жоқ. Өтіп кетті ғой. Сондықтан уақытты бағалаңыздар, сәттерді бағалаңыздар, шынайы нығметтерді бағалап үйренейікші. Тәніміздің саулығын соншалықты көп емес қой, 12 ақ мүше. Осы бір жанымызды, тәнімізді, жанымызды ауыртып алмайықшы. Тәніміздің саулығын сақтаған кезде біздің жанымыз сау болады. Жанымыз сау болғанда тәніміз сау болады. Ал ол екеуі сау болғанда болды. Сізде ешқандай кедейшілік деген болмау керек. Өйткені бұл ұлы байлық. Өте баға жетпес байлық. Біз қолымызда тұрғанда, бізде болып тұрған кезде қадірін білмейтін болсақ, ол да ақырын уысымыздан сырғып шығып кетсе, содан кейін ол ешқашан сіздің қолыңызға түспей қалуы мүмкін. Сондықтан біреу түсінген болар, біреу түсінбеген болар, біреу сабақ алған болар, біреу алмаған болар. Бірақ осы әңгіме, осы ақыл, осы мен айтып жатқан бір ауыз сөз біреу болмаса біреуге сабақ болса екен деп отырмын да. Аллаға шүкір, менің 12 мүшем түгел, бүтін, әлхамдулилля деп айтайын. Но соның қадірін білмеген сәттерім болған. Өтім ауырып, асқазаным ауырып, түнімен ұйықтай алмайтын сәттерде, сонда сіздің түнді Алла тағала бізге ұйқы үшін берді ғой. Сол ұйқысыз түндердің қаншалықты қадірлі екенін, жаңағы бір жапырақ жеген наныңыздың сізге сіңіп, оның Алланың бұйыртқан, Алланың жаратқан жаратылысымен көркем түрде шығуы үлкен ғибрат, үлкен сабақ. Сондықтан барлықтарыңыздағы тәндеріңіздің саулығын, жандарыңыздың саулығын, рухани байлық тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін. Әр қазақ, әрбір жан, әрбір адам баласы бай қуатты болсыншы. Деніңіз сау ма, сізге ешқандай кедейлік жоқ. Сізде ақша байлығы болса, деніңіздің саулығы болмаса, ол бекер. Ал сізден ақшадан ғана, дүниелік қана сынақ болса, ол ешқандай сынақ емес. Ол жай ғана сол өмір сүруге деген құлшыныс, өмір сүруге деген тағы бір тетіктерін іздеп көру, сізге талпыну, іздену керек деген сөз болды. Оны іздеп таба алатын, қолға түсіре алатын дүние. Ал сіз деніңіздің саулығынан айырылып қалатын болсаңыз, тәніңіздің саулығынан айырылып қалатын болсаңыз, оны ешқай жерден таба алмайсыз. Сондықтан пайдалы болсын деген ниетпен,
бүгін ойыма оралған осындай бір кішігірім ақылыммен бөлісіп қояйын деп отырмын. Қабыл алыңыздар. Бай қуатты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, күліп жүріңіздер, шынайы қуанып жүріңіздер. Осы бір сәттің қандай ғажайып екенін сезіне біліңіздер. Қуанышты болып жатқан болсаңыз, қуанышыңызды қуанышқа жалғай біліңіз. Мұңайып отырған болсаңыз, одан шығыңыз, күліңіз, күлімдеңіз. Өмір онымен тоқтап қалған жоқ. Сондықтан қуана біліңіз. Қуана білгенге құт қонат дейді ғой. Құт қонат, дүние келеді, байлық келеді, ақша келеді, бірақ еңсеңізді түсіріп, денсаулығыңызды құртып алмаңыз. Барлығы дүние, мал, мүлік қолдың кірі. Сізбен сіз ғана қаласыз. Сіздің тәніңіз болмаса, сізге байлықтың қажеті қанша? Сондықтан бай болу үшін, бақытты болу үшін тәніміздің саулығы бірінші орын екенін ұмытпайық. Аман болыңыздар. Алланың разылығы үшін барлықтарыңызды жақсы көремін.